Сонымен артқа қайтатын жол жоқ. Ал мына жер өлі табиғат секілді. Ағаштарда ешқандай жапырақтары жоқ. Ал ауа райы болса суық та емес, ыстық та емес. Бірақ бір салқын жел ұрып тұр. Және бір қызығы күн сәулесі жоқ. Біз басқа немесе келесі өлшем әлеміне түсіп кеткен секілдіміз. Ал аппақ тұман барлық жерде. Но қандай жер өзі? Біз қайда түсіп кеттік? Деп сөйледі Бека. Шынымен бұл жер маған да ұнамай тұр. Бірақ, не болды сендерге? Сонша қорқып тұрсыңдар ғой. Кәдімгі қарапайым жер емес пе? Деп кенеттен Қалдыбай сөйлеп, бізге позитив қоса бастады. Мүмкін бұл жерде ағаштар жай ғана күйіп кеткен болар. Немесе адамдар байқамай жандырып алды. Білмеймін Қалдыбай. Бека екеумізге бұл жер ұнамай тұр. Қой, құрсын, қорқа бермеңдер. Жүріңдер, одан да бізге таныс емес бір жерді аралап қайтайық. Деп Қалдыбай алға қарай жүре бастады. Қалдыбай күдікті ештеңе байқамай, жан-жақта аралап, қарап жатыр. Біз таң қалдық. Қалдыбай ештеңеден қорқпай тұр. Сондықтан біз де Қалдыбайдың артынан ілесе кеттік. Оның үстіне Қалдыбай орманға бірнеше рет саяхат жасаған азамат. Сондықтан Бека екеуміздің үрейлеріміз бәсеңсіді. Сонымен біртүрлі орман ішіне аралап жүрміз. Тек аяқтарымыздың дыбыстары естіліп жатыр. Басқа дыбыс жоқ. Құстар тып-тыныш. Бізде бір сезім пайда болды. Уақыт тоқтап қалған секілді. Нақты қанша уақыт жүргеніміз есімде жоқ. Бірақ бұл жүрістеріміз мені шаршатып жіберді. Және мен жігіттерді тоқтатып, артқа кері қайтайық деп ұсыныс тастадым. Жігіттер, біздің мақсатымыз не өзі? Қайда кетіп бара жатырмыз? Меніңше ешқандай мағына жоқ бұл жүрістерімізден. Жай алға кетіп бара жатырмыз. Бірақ қайда? Дұрыс айтасың. Қайда кетіп бара жатқанымызды өзіміз де білмейміз. Деп Бека сөйледі. Мен де келісемін. Бір қызық нәрсе табатын шығармын деп ойлаған едім. Бірақ ештеңе жоқ секілді бұл жақта. Бірақ біз артқа қайтып, әлгі үңгірді қанша іздесек те таба алмадық. Үңгірді жер жұтып кеткендей. Жігіттер, ананы қараңдар. Көріп тұрсыңдар ма? Деп Бека сөйледі. Біз Қалдыбай екеуміз не ол екен деп қараған едік. Бізден 30 метр ғана алыста тұрған адамды көрдік. Но кім екен? Мүмкін осы орманда өмір сүретін адам болар. Бейтаныс адамның үстінде тек қара киім. Бауырым, бізге көмектесе аласың ба? Біз адасып кеттік. Бірақ бейтаныс кейіпкер бізге жауап бермеді. Сөйлеместен бір орында тұрып бізге қарап тұр. Біз бір жағынан үрейлендік, ал бір жағынан оның сөйлемегені біздің ашуымызға тиді. Бауырым, не болды адам көрмегенде сонша тесіліп қарап? Бізге көмектесе аласың ба? Дегенім сол еді. Әлгі адам қаша бастады. Оның артынан жүгіріп, оны ұстаудан басқа амалымыз жоқ. Ол бір нәрсе білуі қажет. Сондықтан оның артынан үшеуміз де келе жатырмыз. Алдымызда Қалдыбай бірінші жүгіріп бара жатқан еді. Ол тоқтап қалды. Және жерге қарап тұр. Бека екеуміз Қалдыбайдың қасына келдік. Және мына сұмдықты көрдік. Жерде адамдардың дене мүшелері жатыр. Бөлшектері әр жерде шашылып жатыр. Ал әлгі адам жоқ. Оны көзден таса қылып алған секілдіміз. Сүмелек, бізден қаша алмайсың. Қане, жаныңның барында дереу түрде біздің қасымызға кел. Не айқайлап жатсың? Сен әлі түсінбедің бе? Бұл орман тылсым дүниеге толы екен айдан анық емес пе? Бізге қазір біреу келсеш деп айтып жатсам, бір жағымсыз дыбыс шықты. Сөйтсе артымызда қолдары өте ұзын болған мақұлықты байқадық. Және ол бірден бізге қарай секіріп, Қалдыбайды және Беканы тіріле жей бастады. Бұның бәрі өте тез болғандықтан мен түсіне алмай қалдым. Ал көз алдымда мына мақұлық екі досымды тіріле жеп жатыр. Мен амалсыздан қарап тұрмын.
кенет мен автоматты түрде қаша бастадым. Өмір сүру инстинктерім іске қосылып, адреналин жоғары көтеріліп, мен тек жүгіре бастадым. Мен қанша жүгіргенім есімде жоқ, бірақ тоқтамастан бірнеше сағат жүгіріп тастадым. Және ағзам бұл физикалық белсенділікке шыдай алмай, мен есімді жоғалтып алдым. Көзімді ашсам, күн сәулесі түсіп тұрғаннан оянып кеттім. Және жан-жақты қарадым. Күн сәулесі бұл әлемде бар. Меніңше мен өзімнің әлеміме қайта оралған секілдімін, бірақ екі досым қайда?